Құрметті ұстаздар мен оқушылар, бүгінгі математика, физика, информатика 10 күндіктің ашылуы салтанатына қош келдіңіздер. Оқушылардың қызығушылығын арттыру барысында 10 күндіктердің орны ерекше. Бұл апталықты өткізудегі негізгі мақсатымыз оқушылар информатика, математика және физика тек сабақта ғана пайдаланып қоймай, өмірмен де байланысты екенін түсіндіру. Түрлі сайыстар мен іс-шаралар өткіземіз. Сол іс-шаралар арқылы сіздердің пәнге деген қызығушылықтарыңыз бен құрметтеріңізді ояту. Олай болса, бүгінгі 10 күндікке байланысты оқушылардың шумақ өлеңдерін тыңдайық. Сіз дүкенге бара алмаймыз, сенсіз үйлерді сала алмаймыз, сенсіз уақытты біле алмаймыз, сенсіз тарихты жаза алмаймыз. Физика тілдесер табиғаттың тілі екен ғой, көз тартар табиғаттың сыры екен ғой. Салынған айтылған сөз ішілген ас, бәрінің бағынары физика ғой. Бүгінде физика барлық жерде, құбылыста, техникада, өзіндерсте. Сырларын бұл ғылымның үйретіңдер, шәкірттер зерделікпен үйреніңдер. Қарып ауыр бейнеттен техниканы үйреткен, роботтай адамды тіл бітіріп сөйлеткен, компьютеріме немене білмегенді білдірген, өлшеп киім кигізген, барлық істі атқарып, пайдасын елге тигізген. Шындықта алғаш таратқан, жыл күнінде санатқан, тауып ғажап жаңалық, жоқтан барды жаратқан, компьютер демей немене. Елбасымыз 21 ғасыр білім мен ғылым ғасыры деп атаған. Математика ғылымдар патшасы, физика табиғат жаршысы, информатика ақпараттар ғылымы. Яғни оған бүгінгі күнде көзіміз жетіп отыр. Күннен күнге ғылым мен техника өрлеп дамып келе жатыр. Дамыған елу елдің қатарына қосылу үшін әрбір жас өз үлесін қосу керек. Мықтыларға арналған математика, физика, информатика пән апталығында оқушыларға үлкен жеңістерді, мұғалімдерге табыс тілейміз. Назарларыңызға рахмет.